Мектеп келешек мектептері жобасы аясындағы ашылып жатқан білім беру ұйымдарының бірі. Жуырда өткен ұлттық құрылтайда білім саласына маңызды бағыттар айтылды. Біріншіден, гуманитарлық пәндерге көңіл бөлу. Оқушылар тек қана ереже жаттамай, өз ойларын, пікірлерін еркін түрде айтуы. Екіншіден, ұлттық құндылықтар күшейеді. Әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Абай мұрасы арқылы оқушының рухани тәрбиесі қалыптасады. Үшіншіден, оқу материалдары қолжетімді болады, мұғалімдер сапалы ресурстарды пайдалана алады. Төртіншіден, білім саласын қаржыландыру жақсарады. Бұл мектептің жағдайына және мұғалімнің еңбегіне әсер етеді. Ерекше бағыттардың бірі цифрлық технологияларды кеңінен қолдану. Құжаттар жеңілдеп, басқару тиімді болады. Сонымен қатар, қанша тіл білсек те, қанша ұлтпен дос болсақ та, мемлекеттік тілі қазақ тіл. Мектепте қазақ тілі күнделікті қарым-қатынас тілі болу тиіс. Номері 35-ші жалпы білім беретін мектепте біз бұл бағыттарды күнделікті ұстанамыз. Біздің мақсатымыз білімді, саналы, жауапкершілігі мол азамат тәрбиелеу.